Саламатсыздар ма? Мен Ашынбай Қайсар Ниязұлы 1995 жылдың 27 қарашасында Түркістан облысы Түлкібас ауданы Ақбек ауылында мұғалімдер отбасында дүниеге келдім. Менің педагогикалық ұстанымым болашақ жастардың қолында, ал жастардың тағдыры ұстаздардың қолында деп білемін. Басты мақсатым егеменді еліміздің ертеңі болатын ақылды, білімді, саналы, дарынды, адамгершілігі мол жас тұлғаларды тәрбиелеу. Менің өмірлік ұстанымым білім алу бұл батылдық, оны толықтыру бұл даналық, оны шеберлік деңгейіне жетілдіру бұл өнер деп білемін. Мен 2002 жылы мектеп табалдырығын осы Түлкібас ауданында Ақбек ауылында Тұтқабай Мамбеков атындағы жалпы орта мектептен бастадым. 2017 жылы Тұтқабай Мамбеков атындағы жалпы орта мектепті қызыл дипломмен аяқтап, Алматы қаласына жоғарғы оқу орнына түстім. 2013-2017 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің жылу энергетика мамандығын оқып, сәтті аяқтап шықтым. 2018-2019 жылдар аралығында осы жоғарғы оқуымды жалғастыру мақсатында Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде автоматтандыру және басқару магистрі дәрежесін алдым. 2020 және 2022 жылдар аралығында жоғарыда атап өткен мамандықтардан алған білімім бойынша түрлі қызметтер атқардым. Ал одан ары 2022 және 2023 жылдар аралығында Шымкент қаласындағы Шымкент университетінің математика пәні мұғалімін оқып аяқтадым. Менің компьютерлік сауаттылығым Microsoft Word, Excel, AutoCAD, тағы да басқа компьютерлік бағдарламаларды толықтай меңгергенмін. Менің қарым-қатынас тілім қазақ тілі ана тілім, ал орыс тілі бұл қарым-қатынас тілі. Математика мұғалімі ретінде мектепке сабақ беруге өзімді дайынмын деп есептеймін. Теориялық білімі мен практиканы бірге алып жүріп, көптеген тәжірибе жинаймын деп үміттенемін. Тәжірибесі көп басқа мұғалімдердің сабақтарына қатысып, көп ақпарат аламын. Әр мұғалімнің өзіне тән методикасы болады. Менің сабақ жүргізу әдісім сабақта міндетті түрде 3 әдісті қолданамын. Олар топтық, жұп және жеке тапсырма түрлері. Топтық тапсырма деп отырғанымыз сыныптағы барлық оқушыларды 2 немесе 3 топқа бөліп, өзара қызықтырып және бір-бірімен бақталастыра, яғни бір-бірімен сайыс ұйымдастыра өткізу. Бұл топтық тапсырма. Ал жұптық тапсырма деп отырғанымыз бір тапсырманы 2 оқушыға беру. Бұл жерде оқушылар бір-бірімен қызығып, бір-бірін бағалай отыра тапсырманы орындайды. Ал жеке тапсырма деп отырғанымыз бір оқушыны бағалау мақсатында жүргізілетін тапсырма. Яғни ол оқушы тақтаға шықса да, орында тұрып сабақ айтса да, өзінің жеке білімін тексереміз. Әр сабақта кемінде 2 әдіс тәсіл қолданамын. Себебі жаңа әдіс тәсіл оқушыларды сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Сабақта, мысалы, ең қызықты әдістің бірі және қазіргі заман талабына сай әдістің бірі квиз әдісі. Ол сұрақ-жауаптан және нұсқалардан тұрады.
Және де бұның бір ерекшелігі, бұл жерде ұялы телефонды қолдана отырып сабақты жүргізуге болады. Яғни квиз істеп отырғанымыз, мысалы математикалық қандай да бір есептер қойылады және астына 4 вариантын қоямыз. Соның бірін белгілей отыра дұрыс шешімін табады оқушылар. Және де сабақта оқушыларды бағалауға келетін болсақ, бағалаудың балдық жүйесі және қалыптастырушы бағалау, дескриптор арқылы бағалау және өзін-өзі бағалау бар. Мұның ішінде балдық жүйеде отырғанымыз 0-ден 10-ға дейінгі балдық жүйесі. Яғни, оқушының сабақ айтылған деңгейіне қарай 10-дық балдық шкаланың ішінен бір шкаланы таңдап баға қоямыз. Ал қалыптастырушы бағалау деп отырғанымыз оқушылардың жауап беру деңгейіне байланысты оған жарайсың, өте жақсы, талпын деген сияқты бағалаудың түрін қоятын боламыз. Ал дескрипторлы бағалауға келетін болсақ, дескрипторлы бағалау дегеніміз, мысалға алатын болсақ, математикадан тіктөртбұрыштың ауданын табатын болса, тіктөртбұрыштың ауданын тапқаны үшін 2 балл. Ал егер де дәл сол есептегі тіктөртбұрыштың периметрін табатын болса, оған 3 балл. Бұл бізде дескрипторлы бағалау деп аталады. Және де өзін-өзі бағалау деген бар. Ода әр оқушы өзінің сабақ айту деңгейін өзі бағалайтын болады. Келесі мәселе мұғалімдердің шығармашылық ізденісі жөнінде. Мұғалім өзі және оқушысы түрлі конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алуы мектеп үшін үлкен жетістік. Мен де математикаға қызығушылығы жоғары оқушыларды түрлі конкурстарға апарып қатыстырғым келеді. Және одан әртүрлі жүлделі орындар алатын болса, ол мен үшін де, оқушылар үшін де өте табысты болмақ. Сыныптағы әртүрлі деңгейдегі оқушылар болуы мүмкін. Сол оқушыларға қарай тапсырма беретін боламын. Деңгейлік тапсырма жасап, дайындап аламын. Бала жас ерекшелігіне сай тапсырма орындайды. Ол мысалы үшін 5-ші сыныптың тапсырмасын 6-шы сыныптың оқушысына беруге болмайды. Әр сыныпта әр баланың өзінің жас ерекшелігіне есептелген есептер бар. Сол бойынша әр балаға есептер беретін боламын. Әр қашан баланың үнін тыңдауға тырысамын. Бала психологиясынан сабаққа деген қызығушылығы төмендеп кетуі мүмкін. Яғни, кері байланыс барлық кезде болу керек оқушымен. Мысалы үшін мен тапсырма беріп, және ол маған кері байланысқа шығатын болса, мұғалім мен оқушы арасында өзара қарым-қатынас болатын болса, ол жерде білімнің деңгейі жоғары болмақ. Дарынды және төмен деңгейлі оқушылармен жұмыс жасау. Дарынды бала тізімін және үлгерімі төмен оқушылардың аты жөнін жазып алатын боламын. Сол бойынша тапсырмалар беретін боламын одан кейін. Математика оңай пән емес. Алайда бала өз деңгейіне сай мақсатқа жетуі керек. Сондықтан баланың шамасына қарай есептер шығара алатын болады. Яғни, әр бала, мысалы үшін бұл жерде әркімнің деңгейі әртүрлі. 5 саусақ бірдей емес, әртүрлі бала болады. Әр баланың өзінің деңгейіне қарай есептер дайындайтын боламын. Қорытындылай келе айтпағым, атыма затым сай, қайсар мінезіммен жастарды алға қарай жетелеу, шығармашылық табыстар мен технологияларды толықтай меңгеріп, жастарды білім шыңына жеткізетін боламын. Және оларды сол жолға жеткізу менің басты мақсатым.